Перзенттерімнің бірінен болмаса, екіншісінен қуаныш табармын деп үміттенетіндей көп баланың анасы емеспін. Құрсағыма біткен бір қыз, бір ұлымды өмірге әкеліп, оларды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай бағып-қағып өсірдім. Екі перзентім де айтқан тілді алатын, болашағынан көп үміт күттіретін білімді, еңбекқор болып өсиді. Ұлымнан көп үміт күткенмін. Жалғыз ұл болса да, 10 балаға татитындай істері өнімді болатын. Оларды оқытып-шоқытып, жұмысқа орналастырғаннан кейін өз арбасын сүйреп кете алатындарына көзімізді жеткізген соң, қызымды ұнатқан адамына ұзаттым. Қызым тәрбиемнен жаңылған жоқ. Бір отбасының тұтқасын бекем ұстап, сыйлы келін болып отыр. Балаларымыз бақыт тапса, ол біздің де қуанышымыз. Қызымның басынан бір тал шашы түспей, көзіне жас ақпай, бақытты болып жүргеніне марқайып қаламыз. Өмірінің соңына дейін бақытты баянды болып, бала-шағасының қызығын көргенін тілеймін. Менің жаныма қаяу салған жалғыз ұлымның жағдайы болып отыр. Ұлым қалайша бұл күйге тап болғанын түсіне алмаймын. Үйленетін уақытқа келгенде өзге ұлттың қызына көңіл қойып, басы айналып қалып еді. Оны уақытша махаббат, ұлым өзге ұлттың қызына үйленетіндей ақымақ емес, жас қой, жүрсін, көрсін, бірақ қазақтың қызына үйленеді деп, бойдақ ұлымның бозбала шақтағы жеке өміріне алаңдай қоймап едім. Бірақ олар уақыт өткен сайын бір-біріне бауыр басып, ешкім ажырата алмастай махаббаттан берік қамал тұрғызып үлгереді деп кім ойлаған десеңізші. Ұлым ол қызбен 2 жыл уақыт қол ұстасып қыдырып жүрген. Сезімдері тым беки түсіп бара жатқанын сезіп, ұлыма ақылымды айттым. Тіпті бұл қызды табалдырығымнан аттатқызбаймын. Біздің әдеп-ғұрпымызды білмейтін түріктің қызын келін қылмаймын. Одан бас тартпайынша сені де үйлендірмеймін. Ойлан, асықтырмаймын деп түбегейлі қарсы болғанмын. Ұлыма бұл сөздерім қаншалықты ауыр тисе де ойымды ашық айттым. Ол үнсіз келіскенде болғанымен сүйгенінен бас тартып кете алмады. Ұлымды түріктің қызынан арашалап аламын деп 3 жыл күш жұмсадым. Қыздың ата-анасымен кездесіп, олармен құда бола алмайтынымды ескерткенмін. Бірақ махаббатқа адал оларды мен де, қыздың ата-аналары да ажырата алмадық. Несін айтайын, ұлымның көзіне басқа қыз көрінбей, есіл дерті тек сол түріктің қызы болғандықтан да көнуге тура келді. Сосын өзімді жұбатып, бір-бірін сүйіп тұрсақ қайтеміз? Ұлымның тағдырына жазылғаны осы қыз шығар. Мейлі, бәрі жақсы болар дегенмін іштей. Амалсыздан жүрегім жылымаса да, қаламасам да ұлымның сүйгенін келін ретінде қабылдауға қадам жасадым. Шынымды айтсам, түріктің қызы бір көргенімде-ақ ұнамаған еді. Ұлымның көңілі үшін жылышырай танытып, маңдайынан сүйдім ғой. Алдымен оны үйге қонақ етіп таныстық. Кейін ұлым бәрімізді мейрамханаға шақырды. Әу баста ұлым Гүзелді ұялшақ, биязы, үлкеннің алдын кеспейтін тәртіпті, ақылды деп суреттеп берген еді. Бірінші емес, бірнеше кездесуден кейін де ол қыздың тәртіптілігін байқамадым. Болашақ енесімен кездесейін деп жатқанын білсе де, сояудай тырнақтарын шошайтып, қысқа етек көйлегін киіп, шашын жайып келіпті. Өзінің көзі ботадай әдемі болса да, ажарын құртып көзінің айналасын баттитып қараға бояп алады. Енеммен кездесемін деп, аяқ тартып, шашын жинап, тырнағын қырқып қарапайым болып келуді неге ойламағаннан-ақ көңілім суып қалған. Тіпті сұрақ қойсам, жауап беруге ерініп, керіліп, созылып, әрең жауап қататыны да зығырданымды қайнатқан. Ұлыма осының бәрін айтқанымда, үйленгеннен кейін өзгереді. Сіз қалай қалайсыз, солай болады.
көресіз ғой мама, маған сеніңізші деген еді. Ұлымның сөздеріне сенгім келді. Көп ұзамай екі жақ өзара келісімге келіп, екі ұлт құда болдық. Түрікпен құда боламын деп ойламаппын да. Алдымызда не күтіп тұрғанын білмейміз-ау. Неткен қызық та қиын жұмбақ өмір десеңізші. Тойдың дайындығына кірісіп кетсек те жүрегім жылымады. Амал қанша, ұлымның көңілі үшін, оның бақыты үшін еш нәрсені сездірмедім. Тойдан кейін келінім Гүзел ескертпемді құлағына іліп, жақсы қадам басып жүрді. Айтқан тілді алып, өзінің шеберлігін көрсетіп жүргенде, бұрын босқа ұнатпай жүрген екенмін деп өзімді сөккен кездерім де болды. Ешкіммен ісі жоқ. Өз қызметін атқарып жүрген келініме көңілім тола бастады. Оны қатты қыспаққа ала бермейін деп ашуымды ауыздықтап келінімді бөтенсітпедім. Онымен жақын тұруға өзім қадам бастап, келінімді әңгіме дүкен құруға шақырып, жаныма тартқан сайын ол менен қашатын. Ол қылығын ұятшаңдығы деп қабылдағанмын. Кейін келе, келінім мені сыйлағаннан емес, ұлымның айтқанына көнгені үшін алыстан сыйласып жүріпті. Отбасымызға келін болып түскеніне көп өтпей-ақ осы келін маған көресіні көрсетті. Біздің сәлем салу дәстүрімізді келінім жоққа шығарып, бір-екі айдан кейін-ақ сәлем салудан бас тартумен мінезін көрсете бастады. Өзін келінмін демей, бойдақ қыздарға ұқсап сыланып, үй шаруаларына қарамай жұмысқа шығып кетті. Кешкісін жұмыстан қабағы үйін түйін болып келеді де, бөлмесінен шықпай жатып алатын болды. Ата-енеден ұят, қысылу, қымтырылу дегенді білмейді. Түнгі жатын киіммен бөлмелерді аралап жүре береді. Күйеуім намаз оқығандықтан келіннің әурет жерлерін жауып, әдеп сақтауын талап етсе, менің болмысым осындай, мұнда тұрған не бар деп, біздің әдеп-ғұрпымызға тіл тигізіп, намазхан күйеуімді сыйламайды. Теледидар көріп жатса да, көкірегі ашық, етегі келте киімдермен еңкейіп, қайта тұрып бірдеңелерді істеп жүреді. Гүзел тіпті өз ұлтының әдеп дәстүріне жеңіл қарады. Оның сөздері, іс-әрекеттері менің жүрегіме ине сұғып жатқандай шымырлатып, ауыр тиіп жатты. Келінімнің әрбір әрекеті жаныма батқан сайын шыбын жаным шырылдайды. Ұлыма қашанғы әйелін жамандай беремін. Оның да көңіліне қаяу түседі ғой деп үндемеймін. Айтатын жерден айтып, аяқ тартынсын десем, келінім өзімнің аяғымды тартып ұлыма шағым айта бермейтіндей қылып қойды. Келесі бір жанжалда келінім барлық заттарын жинады да, өзінің бізді сыйламайтынын ашық айтып үйден кетіп қалды. Ол кезде ұлым жұмыста еді. Бізге айтқан сөздерін ешқашан күйеуіне айтпайтын ол. Енем үйден қуып жіберді деп жылап барыпты. Келін сол кеткеннен қайта оралмады. Ұлымның да үйге келуі сирек бола бастады. Келінім ұлымды бізден ажыратып әкетуіне қауіптенген едім. Ойлағанымдай, ұлым әйелінің соңынан еріп кетті. Гүзел әпкесімен бірге келіп, біз жоқта қалған заттарын алып кетіп еді. Бір жолата кеткеннен кейін біздің бөлмемізден үйдің әр бұрышынан тіпті ұлымның киімдері мен асханадан да ақ қағазға түсініксіз жазылған жазбаларды тауып алдым. Сөйтсем, мұның барлығы Гүзелдің әрекеті екен. Жалғыз ұлым мен үйімізді өзіне тартып алу үшін дуа жасапты. Ол дуаның қайтарымы да күшті болғандықтан мықты тәуіпті таба алмадық. Біз есік қағып барғанның бәрі, бұл күшті дуаға менің күшім жетпейді. Егер дұрыс қайтара алмасам, дуаның кесірі өзіме келеді деп қайтарып жіберді. Қолым қысқалық еткеннен кейін қазақшылыққа салынып, ақ қағаздарды ағын суға ағызып, үйімізде мал сойып Құран оқыдық. Содан кейін
көңілім біраз тыныштала бастады. бірақ ұлымның жағдайын ойлап әлі де мазасызданып жүрмін.